Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген кісілер болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бүгін біз тауық еті қосылған қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Керек өнімдерді төменгі описанияда қалдырып кететін боламын. Ең алдымен видеода көріп отырғандарыңыздай, не қатты емес, не жұмсақ емес, орташа тығыздықта қамыр дайындап алатын боламыз. Қамырымызды басып, одан соң 1 сағат көлемінде тындырып қоятын боламыз. Бір сағат тынып тұрған қамырымызды алып екіге бөліп, одан соң 2 үлкен дөңгелек қамыр жаямыз. Видеода да көріп отырғандарыңыздай, еттің нанына жайғандай етіп жайып аламыз. Одан соң майымызды ерітіп алып, бірінші дөңгелегімізді жайып, үстіне тегістеп жағып шығамыз. Одан соң екінші дөңгелек нанымызды алып, үстіне жайып, оның да үстіне тегіс май жағып шығамыз. Майды қолдарыңызбен немесе кисточкамен жақсаңыздар болады. Одан соң осылайша шиыршықтап ораймыз. Оралған нанымызды 1-2 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Осылай дайындалған самсаның нанын негізінде мұздатқышта бірнеше уақыт сақтап, бірнеше күнге сақтауға болады. Осы аралықта енді ішіне салатын начинкамызды дайындап аламыз. Ол үшін тауықтың етін майдалап тураймыз. Пиязымызды майдалап турап екеуін қосып, оған өздеріңіздің қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандр, тұз қостым. Және де қаймақ қостым. Өйткені тауықтың еті құрғақ болады. Сондықтан да кішкене сочный болу үшін қаймақ қостым. Енді нанымызды алып бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ол бөліктерді дөңгелектеп жайып алып, ішіне начинкамызды салып, самсаларымызды түйеміз. Духовкамызды осы аралықта қыздырып қоямыз. Дайын болған самсаларымызды противеньге салып, үстіне жұмыртқаның сары уызы мен сүт қосып араластырып жағып шығамыз. Сонымен бірге кунжут сепсеңіздер де болады. Самсаларымыз 40-45 минуттың ішінде дайын болып пісіп шықты. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай осындай әдемі, қытырлақ, өте дәмді самсалар пісіп шықты. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнамда бірге болып көңіл бөлгендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.